Ассалаумағалейкум, 31-ші арнаның тікелей эфирінде Информ бюро жаңалықтары. Әріптестерімнің бүгінгі әзірлеген ақпараттар легімен таныс болыңыздар. Арқан керген шекара бекеті маңынан тағы 2 әскердің денесі табылып, қаза тапқандар саны 15-ке жетті. Ал Үшаралдың халқын терроризм үрейі билеп тұр. Ұлттық бірыңғай тесттің алғашқы күнінен түлектер неге жылап шықты? Ата-аналар неге тестке наразы? Республикалық баспана бағдарламасына кімдер ілік алады? Ол үшін отбасының табысы қанша болу керек? Қазақ депутаты Путинге қалай қарсы шықты? Арқан кергендегі қанды қырғынның соңы әлі аяқталған жоқ. Бүгін Қазақ-Қытай шекарасынан құрбан болған тағы 2 қыршынның денесінің қалдығы табылды. Сөйтіп 15 адамнан тұратын жасақтың тек бір жауынгері туралы ғана мәлімет жоқ. Ал Қытай жақтағы іргесі сөгілген ауылдар үрей құшағында. Тұрғындардың қанды оқиғаға қатысты айтқан тұспалы көп. Көбі сарбаздарды азаптап өлтіріп, тіпті өлгеніне көз жеткізу үшін бастарынан ақырғы рет атып жер жастандырған қарулы топ болуы мүмкін дейді. Ал Нұрсұлтан Назарбаев бүгін құштық құрылымдар өкілдерімен жиын өткізіп, оқиғаны теракт деп атады. Қазіргі уақытта 13 адамның денелерінің қалдығы Астанаға гендік тексеру жүргізуге жеткізілді. Оқиға туралы толығырақ сол Үшарал өңірінен жаңа ғана оралған Ирина Советжанқызының материалында. Бір емес тұтастай бір жасақтың 14 жауынгерін жер жастандырған Арқан керген асу осы. Үшарал қаласы мен Достық кеден бекетінің ортасында орналасқан Шатыркөлге қарсы шатқалдан шыққан шатақ. Жылдың дәл осы мезгілінде мына секілді емдік шөптерді жинауға келетін Қытай азаматтары үшін шекарада кедергі келтірмейтін көрінеді. Қыршын кеткен боздақтар дәл сондай келімсектердің жолын кесу үшін арнайы уақытша құрылған болатын, бірақ ғұмыры ұзаққа бармады. Қазір Талдықорған Достық тас жолында күзет күшейтілген, кірген шыққан көліктер қырағы тексеруге алыныпты. Ал қанды оқиға болған жерге жаяудың көтеріліп, көліктің кіруі мұң. Қазір оқиға орнында арнайы тексеру жұмыстарын жүргізіп жатқан құзырлы орган қызметкерлері де шатқалдан шатқаяқтап адасып кеткен көрінеді. Сондықтан қияндағы қайғылы қанды оқиғаның ақиқатын жергілікті тұрғындардан сұрап анықтап көрдік. Балаларды жалко. Менің өзім балам солдаттан енді келді, қолыма енді түсті. Соң мое положение тоже, я же тоже мама. Конечно, трагедия, как не трагедия? Жизнь, адам балалары. Есіне шығарып, Неге жасырасыз аға? Құлағым естімейді. Әскери киімдегі қызметкерлердің құлағы түгілі тілі де байланып қалғандай артық ақпарат шығармайды әскери құпия деген желеумен. Бұл үнсіздік ел арасындағы үрейді күшейте түскендей. Өйткені қыршын кеткен боздақтар туралы қаралы хабар ел арасына алғашында басқа мазмұнда жеткен. Бірі сарбаздарды алдымен тамақпен улап, артынан азаптап өлтіріп, өртеген десе, екіншілері қару-жарақтарын тартып алып, өздерін атып кеткен деген пікірде. Бірақ таспасыз тілге келген тұрғындар камераны көрсе қаша жөнеледі, журналистерге жақ ашпаңдар деген бұйрық берілгендей. Әлде қорқасыздар ма бір нәрседен? Біз үшін магазин Мүмкін емес қыз алматыдан естіп жатыр. Сіздер қалай естімейсіздер? 15 адам қазақ жігіттер қылады. Снекесен жоқ біздер. Айтсаңыз шынар қашып тұрасыз бізде? Жоқ, сіз неге қашасыз? Сөйтіп әскери прокурор да тілшілермен тілдесуден қашты. Әйтеуір әупірімдеп түннің бір уағында ғана бұл ойын тоқтады. Есігінен кетпей қойғанымыз қажытты ма? Білдей бір жасағын жауынгерлермен қоса жоғалтқан 24-84 әскери бөлімнің қызметкерлері тілге келді. Можно с вами поговорить? Вы отказываетесь? Я не отказываюсь, давайте поговорим нормально. Договоримся. Потом вы дадите нам официальное интервью. Я вам не то, что официальное интервью, я не уполномочен давать официальное интервью. Но вы же вышли, выходит официальное лицо, которое уполномочено. У нас произошло, я еще раз говорю, мы хотим сейчас вам передать пожелания нашего руководства, то, что ведутся следственные действия. Идет разговор о том, что ведутся следственные действия. И сейчас, пока следственные действия ведутся, мы никакую информацию предоставить не можем. Ал бұл қанды оқиға болған шатқалға жақын жердегі Достық кеден бекеті Талдықорғаннан 350 шақырым қашықта орналасқан. Қытаймен арасы 10 километр, бірақ тесігі көп трассадан тағы да көліктің жүруі қиын. 18-20 жас аралығындағы жап-жас жігіттерді жер жастандырған қанды шекара шатқалы Достық кеден бекетінен 70 шақырым жерде орналасыпты. Ал әріптестері кінәді қырылып жатқанда мұндағы күзет қызметкерлерінен ол оқиғаға қатысты ешқандай нақты ақпарат ала алмадық. С кем можно переговорить из руководства по поводу последних событий?
Үйлерінің іргесінде тұтастай бір жасақ жауынгерлері қырылып қалған кішкене ғана қалашық қыршындардың қазасына аза тұтпайтын сыңайлы. Көңіл көтеру орындары түннің бір уағына дейін жұмыс істеп тұрды. Ал елін күзетемін деп қаншерлердің қолынан қырылып тек қана сүйегі ғана қалған боздақтарын басқа жұртта жарытып, жоқтап жатқан жоқ. Тек табиғат қана тосын мінез танытты. Сіркіреп жауған жаңбыр өрімдей жастарды жоқтап тұрғандай. Ирина Советжанқызы, Алмас Бестенбеков, Информбюро 31 арна, Алматы облысынан. Ал ұлттық бірыңғай тесттің алғашқы күнінен түлектер жылап шықты. Ата-аналар болса тестке наразылық танытып отыр. Олардың көпшілігі тесттің әділ өтетініне сенбейді. Өйткені жыл сайын дайын жауаптардың сатылып кетуі елімізде қалыпты жағдайға айналып барады. Былтыр тіпті Жаңақорғанда бүкіл аудан болып мемлекеттік құпия саналатын жауаптарды жатқа соққан еді. Бүгін мектеп бітірер түлектер үшін бас қайғы. Сынақ тапсыруға ынта танытқандардың саны биыл 121 мыңнан асқан. Қадағалауда жылдағыдан қатаң. Әр аудиторияны бақылауынан жібермеген қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің суық түсінен сасқалақтады ма, әлде сұрақтар күрделі болды ма, түлектердің алғашқы легі жылап шығып жатты. Өткен жылы тесттен сүріндім деп өз-өзіне қол жұмсаған оқушылардың тағдыры қайталанбас үшін психологтар әр баламен нақты жұмыс істеп алдын ала. Бірақ қорқыныштан қалтырап, ыстығы көтерілгендер бұл жолда аз болмады. Келіп жатқан балалардың есі басымыз ауырды деп келіп жатыр. Енді олар, конечно, олар әрине қобалжып тұр. Қобалжығаннан болар енді. Министрлікке ренжулі ата-аналардың да қарасы көбейген. Қазақ сыныптарына орыс тілінің күштеп енгізілгеніне наразы жұрт, ұпай есептелмейтін болса, өзге тілден тапсыруға міндеттеген министрліктің ойында не барын білгісі келеді. Әлде болашақ мамандарымызды Ресей үшін дайындап жатырмыз ба деп ашынады. Алып тастау керек бұл орыс тілді. Өзінің басқа бір еркін тақырып, бір еркін бірдеңені қосу керек та оның орнына не? Бізге еш ол орыс тілдің еш керегі жоқ. Мемлекеттік комиссия мүшелері тестілеу әділ өтіп жатыр дейді. Көш жүре түзеледі деген білім министрі биыл жемқорлыққа жол берілмейді. Салғырттық пен немқұрайлықты бұл жол қайталамаймыз деген еді. Бейне көрсетіп тұр, әр аудитория соттаны қолдануда мүмкіншіліктері жоқ. Өйткені бәрі тек қана енді қазір айтқанда бүгінгі түлектеріміз тек қана өз күштерімен, өздерінің білімдерімен тапсырып жатыр. Алайда ата-аналардың пікірі басқа. Тест сұрақтары сатылмайды дегенге сенбейді. Өз біліміне сенген қарапайым отбасының балалары сорлап оқудан құласа да, қалтасы қалының баласы бағы жанып оқуға түседі дейді. Сатып алу қай жағында да любой жерде сатып алу бар. Даже не то что балдардың кесі басқа заттарда сатып алып жатыр. Сатылмайды дегенге сенбеймін, қашан уже нелерге шығып кетті дейді ғой, мысалы. Интернеттерге шығып кетті, жауабы несі интернетте жүріпті дейді. Тесттің сұрақ шыққан кезде бұның жауабы шықты. Адам жасағанды адам жасайды ғой. Адам қолымен жасағанды басқа адам шығарады. Былтыр Жаңақорғандағы Астанадан мөрі басылып келген тест сұрақтары сынаққа дейін ашылып, талапайға түскен еді. Биылғы тесттің әділдігін уақыт көрсетер. Бүгін басталған емтихан 5 күнге жалғасады. Мақсат Толықбай, Нұрбол Қызықбай, Азамат Жанаспай, Информбюро, Алматы. Ал Шымкентте бірыңғай тест тапсырған мектеп түлектері тест бұрын соңды кездеспеген, естіп білмеген сұрақтардан құралғанын айтып шағымданады. Айтуларынша, бақылаушылардың көптігінен көп оқушы абдырап қалған. Кей жерлерде тіпті түлектер талып қалып жедел жәрдем көрсетіліпті. Сұрақтары қиын болды, мен ойымша біз істейтін едік, бірақ ондай ауыра болғанда мен ойымша одан төмен көтеріңкі балл жинайтын едік деп ойлаймын. Осылайша оқушылар білген түйгендерін ұмытып сын сағатта әбден сасқандарын айтады. Комиссия мүшелері бақылау камералары арқылы әр аудиториядағы жағдайды бақылай алды. Барлық оқу орындарында орнатылған телефон байланысын өшіретін арнайы құрылғылар қаладағы байланысқа да кері әсерін тигізді. Сыртта тосқан ата-аналар үшін 3 монитор орнатылған. Алғашқы күннің нәтижесі кешке белгілі болмақ. Бүгін 19 қала мектебі сынақтан өтті. Қалғаны 3-ші маусымда білім бәсекесіне түседі. Ал облыс аудандарында сынақ ертеңнен басталады. Оңтүстік Қазақстан бойынша биыл 40 мыңға жуық түлек тест тапсырады. Ата-аналар тест жастардың жүйкесін тоздырып, суицидті арттырады деп отыр. Ал сынақтан шыққан жастар тест сауатсыз сауалдар мен 2-3 жауаптарға толы дейді.
Қазақстан парламентінің кейбір депутаттары Ресей президенті Владимир Путинге қарсы шықты. Олардың сөзінше, Қазақстан, Ресей және Белоруссияға ортақ парламент құрудың қазір қажеті жоқ. Естеріңізде болса, Путин президенттік қызметіне кіріскен бетте Еуразиялық одақтың депутаттарын сайлауымыз керек деген болатын. Бұған елдің саясаттанушылары Қазақстан ондай жағдайда тәуелсіз шешім қабылдаудан қалады деген еді. Бұл әлі ерте, біз әлі бұрынғы Еуразиялық одаққа қатысты құрылған ұйымдардың толығымен ресурсын, потенциалын пайдаланған жоқпыз. Соны пайдаланған кейін келесі деңгейде бұл әңгімеге келуіміз керек. Әзірше, мысалы, бұрынғы құрылымдардың барлығы өз жұмыстарын атқарып жатыр және атқаратын жұмыстары әлде де көп. Парламенттік деңгейге мен өзім ойым әлі біз жете қойған жоқпыз. Ал бүгін жоғарғы соттың қос судьясына қатысты үкім шықты. Ақмола облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты Сайлаубек Жәкішевті 12 жылға, Алмас Тәшенованы 10 жылға бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарды. Жоғарғы сот істеген қос судьяға сыбайлас жемқорлыққа жол берді. Қызметін асыра пайдаланып, ірі көлемде пара алды деген айып тағылған. Олардың мемлекетке келтірген жалпы шығын көлемі 70 мың ақш долларын құрайды. Бірақ екі судьяның екеуі де сот аяқталғанша өздеріне тағылып отырған кінәні мойындамады. Бірнеше айға созылған іс алқа билер отырысында қаралды. Сот үкімі бойынша Сайлаубек Жәкішев өз жазасын қатаң режимдегі колонияда өтейді. Ал Алмас Тәшеноваға 10 жыл кесілді. Ол жалпы режимдегі түзету мекемесіне жіберіледі. Қос судьяның да мүлкі түгел тәркіленетін болды. Сондай-ақ олар 5 жылға дейін мемлекеттік органдағы лауазымды қызметтерде істей алмайды. Алматының ортасында отырып су сатып алудан шаршадық. Әуезов ауданына қарасты Қалқаман 3 шағын ауданының тұрғындары осындай назбен жиналды бүгін. 12 жыл бойы су құбырын орнату туралы жоспар құрып, бітіре алмай жатқан әкімдік өкілдерінің кесірінен бармаған жеріміз жоқ дейді халық. Ал о баста су қажеттілігі болмаған соң жоспарға енбеген су құбырын енді орнату үшін қаржы бөліну керек. Сонда ғана су сұрау ісі аяқталады дейді әкімдіктегілер. Қалай болғанда да осымен су мәселесін айтып, 4 рет телеарналарға шыққан тұрғындар биліктегілердің сөзіне сенуден қалған. Жарылқасымовтар жанұясы судың қадірін жақсы біледі. Алматыдағы Әуезов ауданына қарасты Қалқаман 3 шағын ауданына қоныс тепкен 12 жылда қариялар шөлдерін қандырып су ішіп көрмепті. Зейнетақыларының жартысын суға жұмсап отырған отбасы төзіміміз таусылды дейді. Күнде баклажкамен су аламыз. Су туралы таңертең тұра суды ойлаймыз. Су жоқ болғанда қандай өмір болады екенін бәрі сезінсін. Енді қашан болады су? Не болады білмейміз. Сусыз отырмыз. Әптен төзіміміз бітті. Алматы аумағындағы шағын аудан тұрғындарының әрқайсысы дәл осындай жағдайда. Тіпті шыдамдары таусылған халық өз қаржыларына су құбырын да тартқызбақшы болыпты. Алайда аудан басшылары мәселені шешеміз деп ашынған азаматтарды тыныштандырып келген осы уақытқа дейін. Әкімдіктегілерге сеніп келген көпшілік аңқау баланың күйінде қалғанымызға ашулымыз дейді. Биыл барып едік, заман кем бізде 3 саусақтан бір фигура көрсетті де, су сендерге болмайды, күтпеңдір жақын арада. Біз сонда суды қашан ішеміз? Өліп қалғанда ма ішеміз, или тірі кезімде пайдаланамаймыз оны? 2000 жыл келдік, содан бері қарай мені біз бір тиянақты су ішіп көрген жоқпыз. Үй тола 100-ге шейін даже бақылашкілер бар қазір. Жан жақтан тасып ішеміз. Бір қызығы жолы, жарығы көгілдір отыны орнатылған шағын ауданға неліктен су құбырының жетпей қалғаны түсініксіз тұрғындарға. Бұған қоса бұқара суға бөлінген бюджет қаржысында таппай қалыпты. Ал тұрғындардың назы әкімдік өкілдеріне таңсық емес, жағдайды жатқа білет. Алайда бірнеше жылдан бері су құбырын жүргізу жоспары жасалып жатқандықтан тұрғындарға тағы бір жыл күте тұруға тура келетінін жасырмайды әкімдіктегілер. Ағымдағы жылдың 12 жылдың желтоқсан айында полностью проектісі бітеді. Проекті біткеннен келесі жылға құрылысқа қаражат құрылыстарына жұмыстар жүргізу жоспарланып отыр келесі жылға. Бір апта, 2 аптаның ішінде суды мәселесін шешпейтін болса, осында көшелердің бәрі Шаляпин көшесінде Шолдың маңына барып, тура көшені жабатын түріміз бар. Лимара Салих, Думан Сүлейменов, Азамат Жынаспаев, Информбюро, Алматы. Алайына кемінде 50-60 мың теңге жинай алатын отбасылар мемлекеттік бағдарлама бойынша үй алуға талаптан алады. Бұл үшін үкімет бірнеше жаңа бағдарламаларды іске қосты. Ол бойынша еліміздің түгелге жуық қалаларында көп қабатты үйлер салынады. Бұл үйлерді мемлекеттік қызметкерлер ғана емес, кез келген тұрғын алуға құқылы.
Олардың шарттары қандай, жеңілдетілген несие қандай жағдайларда беріледі? Әріптесіміз Аида Боранбай қазақтың көптеген жас отбасыларын алаңдататын мәселені жауапты тұлғалардан біліп қайтты. 2011-2014 осы жылдарға белгіленген жаңа бағдарлама бойынша орта жалақылы тұрғындар Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы баспаналы бола алмақ. Жинақ банкі 4 тариф бойынша үйге қол жеткізуге мүмкіндігін ұсынып отыр. Ол үшін алдымен сіз банктың салымшысы болуыңыз тиіс дейді мамандар. Кемінде 3 жыл депозитке ақша салып, тарифтерді таңдай отырып 5-тен 3,5% несиеге үй алуға болады дейді ондағы қызметкерлер. Жинақтау мерзімі 3 жыл, 5 жыл, 8 жыл, 15 жыл. Жаңағы біздің банктың салымшысы, мысалы үшін бастаумен ашылған шарт болатын болса, 3 жыл жинақтайды. 3 жылдан кейін жаңағы бастау бойынша тұрғын үй заемдары беріледі. Алматы қаласында бұл үйлердің 1 шаршы метрі 142.500 теңгеден болады. Қымбатырақ болғанына қарамастан жайлығы жоғары дейді банк мамандары. Ал Алматы тұрғын үй басқармасының қалалық әкімшіліктің қолдауымен ұсынып отырған 2011-2014 бағдарламасы бойынша Алғабас ықшамауданында салынып жатқан үйлердің 1 шаршы метрі 102.000 теңгеден. Алайда онда несиенің жылдық пайызы 11% құрап отыр. Бұл бағасы 102.000 теңге. Бұған жаңағы мемлекеттік қызметкерлер кіреді, жас отбасылар кіреді, мемлекеттік кәсіпорындарда жұмыс жасайтын қызметкерлер, және де әлеуметтік салада жұмыс істейтін, яғни дәрігерлер 2010 жылы 4 миллиард ақша бөлінген осы бағдарламаға. Ал жақын күндері қолжетімді баспана 20-20 бағдарламасы бекітілуге тиіс. Республика бойынша қазіргі күні үй алу кезегінде 150 мың отбасы тұр. Естеріңізде болса, мамыр айында тұрғындарға қазаққа не керек деген сауал қойғанымызда, қараша халықтың дені қазаққа үй керек деген еді. Аида Боранбай, Данияр Жүсіпов, Информбюро, Алматы. Қазақстанда 16 миллион халықтың тең жарымы қалада тұрса, мамандардың жалпы есебінше солардың 30-40%-ның жекеменшік пәтері жоқ. Алда көретіндеріңіз. Қызылорданың көшелерімен жүру қауіпті болып барады. Халық ит қапса, құтырмаға ұшыраймыз бай деп үрейлі. Талғат Мұсабаев туғаннан ғарыштаңсап, Ерлан Қарин сақшы болғысы келген бе? Танымал тұлғалардың танылмай келген суреттері аздаған жарнамадан соң. Соңғы кездері Қызылорданың көшелерімен жүру қауіпті болып барады. Қалалықтар қаңғыбас иттердің талауына түсуде. Осындай оқиғаның салдарынан 21 жастағы азамат көз жұмды. Сол ақша қайқа бөлініп жатыр, ана иттер гуляет, как гуляли, так и гуляйт. Өзіміз де қорқамыз, шынын айтқанда көшеде жүруге. Қаланың ортасымен келе жатқан соқталдай азамат бұралқы иттің талауында қалған. Қаншама қаржы жұмсалып, мамандар қыруар жұмыс жасалып жатыр дегенмен осындай оқиға тыйылмай отыр. Жыл басынан бері 300-ге жуық адам ит қауіп емханаларға көрінген. Осы аптада ғана Қызылордада 6 адамды тағы ит талаған. Ал 21 жастағы Ержанды дәрігерлер ажалдан арашалап қала алмады. Сөйтіп бір шаңырақ аяқ астынан қара жамылды. Ал көшедегі қаңғыбас иттер әлі де өріп жүр. Базардағы саудагерлер жылдың аяғына дейін жаңа салық жүйесіне көшуі тиіс. Осы уақытқа дейін бір реттік талон арқылы салық төлеп келген кәсіпкерлерге осындай талап қойылды. Яғни базардағы саудагерлердің барлығы жеке кәсіпкер ретінде тіркелуі қажет. Өйткені салық органдарының өкілдері 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап бір реттік талон негізіндегі салық режимінің жойылатынын айтады. Осыған орай қазір еліміздегі сауда орындарында түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Астана қаласы бойынша салық департаментінің қызметкерлері де ірі базарларда арнайы орталықтар ашқан. Оған күніне 100-150 адам келеді екен. Инспекторлар саудагерлерден өтініш қабылдап, осы жерде оларды жеке кәсіпкер ретінде тіркейді. Әзірге ешкімнен шағым түспеген. Тек зейнетақы қорына, әлеуметтік сақтандыру жүйелеріне ақша аударуға дағдыланбаған саудагерлер жаңа жүйеге көшуден жасқанады дейді салық инспекторлары. Дегенмен бәрін есептеп үйренген қызметкерлер бір реттік талоннан патенттің тиімді екенін түсіндіріп берді. Егер жеке кәсіпкер күніне 4 мың шамасында табыс табатын болса, жылына 1 миллион 200 теңге табыс табады екен. Ол осы табысты таба отырып, жаңа бір жолғы талонмен жылына 60 мыңнан аса салық төлейді. Ал егер жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп патент негізінде жұмыс атқаратын болса, бұл салық төлеушілер 24 мың шамасында салық төлейтін болады. Яғни айырмашылығы жылына 36 мың теңге.
Бүгін балаларды қорғау күні. Осыған орай мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеуде жаңа технология құралдарын қолданудың озық үлгісін Алматы қаласындағы Көктөбе балабақшасы көрсетті. Бөбекжай заманауи интерактивті тақтаның мүмкіншіліктерін пайдалана отырып, ойын балаларын білімге баулуға дағдыланған көрінеді. Электронды оқытудың бұл түрі бүлдіршіндердің сабаққа деген ынтасы мен белсенділігін арттыруға мол мүмкіндік беретін мамандарда растап отыр. Куда отправляем? Зеленый. Почему? Потому что на мягкий звук начинается. На мягкий звук начинается. Медведь. Верно. Интерактивті тақта балаларды білім үрдісіне бірден баулайды. Анимациялық кейіпкерлер бүлдіршіндерге логикалық сұрақ қойып, оның жауабымен әрекетін күтеді. Әр бала экранда жылжып жүрген көріністерді өз дегенше орналастыра алады. Бағдарлама арнайы дыбыстар мен әуендер арқылы көңілді ойынның көркін қыздыра түседі. Оқыту әдісіндегі мұндай ерекшеліктер бөбектердің танымын арттырып, тапсырмаларды тезірек ұғынып түсінуге көмектеседі дейді мамандар. Дұрыс. Ал дұрыс емес деп жауап береді. Ақпараттық коммуникациялық технологиялардың кең мүмкіншіліктерін өздерінің оқыту тәжірибесіне алғашқылардың бірі болып енгізіп отырған Көктөбе балабақшасы. Шетелден білікті мамандарды шақырып, оқу әдістемесінің мүмкіншілігін болашақта одан әрі арттырмақ мақсатта. Сауат ашу әдістемесіне негізделген бұл құрал балалардың зеректігін дамытып, зейінін күшейтуге, сөйлеу мен ойлау қабілеттілігін арттыруға көмектеседі. Қазірде бөбекжайда тәрбиеленіп жүрген 62 бала аптасына 2 рет электронды тақтаның қыр-сырын танып білуде. Қазіргі таңда тек кітап, теледидар, не болмаса сурет арқылы емес, осы интерактивті тақта бойынша балаларды қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыруға, айналамен таныстыру, экология, тілін дамыту, сурет сабағы, жапсыру, құрастыру, ағылшын тілі деген сияқты сабақтардың бәрін осы интерактивті тақта бойынша жүргізу өте балалардың қызығушылығын арттырады. Балаларды қорғау күніне арнап балабақша ұжымы қонаққа қиял әлемінің кейіпкерлері мен әзілқой клоундарды да шақырған екен. Олар бүлдіршіндермен бірге көгілдір аспанға шар жіберіп, ән салып, би-билеп кішкентайларды риясыз күлкіге бөледі. Мерекенің соңында балалар ата-аналарына бөбекжай тәрбиешілерімен бірге әзірлеген қызықты қойылымдарын көрсетті. Жанар Жолтаева, Ернар Құсайынов, Информ бюро 1 арна, Алматыдан. Сондай-ақ бүгін Алматыдағы Жетісу мен Түрксіб аудандарында тағы 3 жаңа балабақша есігін ашты. Олардың әрқайсысы 2,5 мен 6 жас аралығындағы бүлдіршіндерді қабылдауға толығымен дайын. Қала әкімі Ахметжан Есімов бөбекжайлардың тұсаукесер лентасын өзі қиып ғимараттардың ішімен танысып шықты. Құлагер ықшам ауданынан ашылған 120 орындық балабақша санитарлық талаптардың барлығына сай құрылған. Қазақ тілді бөбекжайда 12 тәрбиеші, 6 көмекші мен медицина қызметкерлері жұмыс істемек. Судай жаңа кең әрі жарық бөлмелерде әрқайсында 25 баладан 2 кіші, 2 орта және 2 мектепке даярлық топтары тәрбиеленетін болады. Бұдан басқа бөбектердің бос уақытын тиімді өткізуге арналған музыкалық сынып, өзін-өзі тану кабинеті мен акт залы да қарастырылған екен. Жаңадан салынған 3 бірдей балабақшаның сметалық құны 630 миллион теңгеге бағаланған. Бүгін Ахметжан Смағұлы мырза келіп, балабақшамыздың аралап, бөлмелерімізді көріп, музыкалық залымызды көріп, кір жуатын бөлмеміз бар, медблогымыз бар, бірінші қабат, екінші қабатты көріп, оң деген бағасын беріп кетті. Енді ресми ашылуымыз 15-інде. 15-ші маусым. 15-ші маусымда ашыламыз деп отырмыз. Ал балалар күні қарсаңында халық қалаулылары, ғарышкер мен партия хатшылары оқушы кезіндегі суреттерін ғаламтор желілеріне жариялады. Олардың қатарында бүлдіршін актерлер мен аяқ-доп шеберлері де жүр. Көпшілікке ұсынылған суреттердің ішінде бұрымды ханым бақытсыздықпен таңу оңайға түспейді. Суреттегі бейнеге қарап, экс-депутат халық қалаулысы емес, тәртіп сақшысы болуды армандаған ба деп қаласың. Ал 5-ші сынып оқушысы Мұрат Әбенов мына бір суретте бала кезінен депутат болуды аңсаған ұқсайды. Тұрған тұрысы бала Мұраттың сенімділігін аңғартатын сөзсіз. Нұр Отанның хатшысы Ерлан Қарин болса, сақшы болғысы келгендей. Ол нағыз шекарашы бейнесінде. Гагарин ғарышқа ұшқан күннен бастап көкті армандаған Талғат Мұсабаев анасының құшағында. Ал жаздың алғашқы күннен халық демалыстарын жақсы өткізуді бастап кетті. Соған орай еліміздің театрлары мен түрлі мәдени ошақтары өздерінің репертуарларын жаңарта түсті. Ал билет құны 2,5 мыңнан басталып, 5 мыңға дейін жететін ретро айтысқа нағыз сөздің майталмандары қатыспақ.
Ертең Алматыдағы Республика сарайында 80 жылдар айтысқан ақындар қатысатын ретро айтыс өтеді. Айтыскерлер арасында Қонысбай Әбілов, Әселхан Қалыбекова, Әсия Беркенова сынды 3 халық ақыны бар. Қарағандылық Қуаныш Мақсұтов, өскемендік Абаш Кәкенов, алматылық Есенқұл Жақыпбеков те осы айтыста. Ал Батыс Қазақстан облыстық қазақ драма театры украин драматургі Мари Ладоның болмаған оқиға драмасын сахналамақ. Ал жексенбіде Тастама мені мұңды комедиясы қойылады. Комедияда күйеу тастап кеткен жабырқау жанды әйелдің көшедегі сиырды үйге кіргізіп алып, оны адамша күтіп бағып, тіпті онымен сырласып, мұңын шаққаны көрсетіледі. Біздің кішкентай көрермендерімізге де театрның кіші залында әр жексенбі сайын балалар ертегісі қойылады. Мысалы, осы аптада 3 қоянмен өлтіріп атты ертегіні көруге шақырамыз. Алматылықтар бір түн ғана Таиландтан келген Алказар бишілер тобын Диско 80 түнгі клубында тамашалай алады. Қазақстанда алғаш рет тәуекерге барып, біздің менталитетке мүлдем жат трансвеститтерді шақырған басшылық шоудың керемет өтетініне сенімді. Еркек болып туылып, кейіннен кедейліктің мәжбүрінен қызға айналған жігіттер бар өнерлерін жалт-жұлт еткен костюмдермен көрсетпек. Всемирно известное шоу, известно оно тем, что в нем очень мощные декорации, очень мощные костюмы, все очень красочно, ярко. Тот, кто был в Таиланде, знают. Ал жақында ғана көкшеліктерді Абай атындағы опера және балет театры мен Музарт тобының әншілері келіп көз айым еткен еді. Ал осы аптада арқа жұртына белгілі скрипкашы Марат Бейсенғалиев пен әнші актер Нұрлан Әлімжан өздерінің жеке концерттерін беруді жоспарлапты. Жания Өсерқұл, Асем Қаматайқызы, Данияр Жүсіпов, Қайрат Акымбаев, Информбюро. Бүгінгі осы Информбюроның орысша шығарылымнан соң қазақша концертті де көруді ұмытпаңыздар. Ақпараттардың жазбаша нұсқасы 3W31 KZ сайтында. Аман сау болыңыздар.